Жазира хатты оқып болысымен көршісі балым қарияны шақырғалы ұмсына түсіп іркілді. Ладағы беймаза жауыннан. Күпейкесін қазандыққа таяу қағылған қара шегеге қайта іліп жатыр. Ылғи таң құланектене тұрып, салығып жүргендікі ме, жоқ әлде бойы жылып, марғау тартты ма, кім білсін. Әйтеуір ол күндегідей серге емес, қазір түнсіз. Мойнына ысырылып кеткен шәлісінде түземестен қазандық аузына кеп отырды. Үш күн отасқан саған не айып? Үш күнге бола бағыңды байлама. Естимісің, ол сен көрген, сен сүйген Наурыз емес. Екі аяғы, қолы жоқ, ғарып. Бейшара сәби ғой. Иә, сәби. Сәбиден де жаман. Үмітсіз тірлік. Кел деуің балалық. Ойлан, әлі кештік етпейді. О да өз пешенесіне жазғанды көрер. Үкімет бар. Далаға тастамайды. Сені де ешкім жазғырмайды дейді почташы әйел. Ол әрине сені де, мені де білмейді. Маған жаны ашып айтқаны ғой. Наурыз. Наурызы менің. Әлі сол бала мінезің қалмаған екен-ау. Келейін бе дегенің не? Қызықсың-ау. Келме деймін бе мен саған. Мөлдірген көзің көріп, жүрегің мен деп соқса қайда барасың? Құдай-ау, бұл өз үйін емес пе? Естимісің? Өз үйің. Деп қалды. Даусы қатты шықты. Ол өз үннен өзі шошып басын көтеріп алды. Алдындағы жанып бітуге таяған қурайды қазан түбіне көмейлете ысырып, қара көсеумен қопсытып қойды. Бықсып сөнуге айналған отын қайта лау ете түсті. Жас келіншектің көз алдынан Наурызбен қосылғаны, оны майданға шығарып салып тұрғаны. 8 ай бойы хабар ошарсыз кеткенде меңіреу адамдай талай түн кірпік қақпай осылайша қазан аузында отырып өткізгені, бойына біткеннен айырылған боранды күндері тізбектеле сырғып кетіп жатыр. Бәріне шыдаған. Тістеніп өзекті өртердей алақұйын сағыныш алының ішінен тұншықтырып сырт көзге сыр алдырмай келіп еді. Бұл жолы шыдай алмады. Үзіліп кетті. Енді міне өзін өзі тоқтата алмай, жәбір көріп, мұңын шаққан сәбидей егілді. Даладағы жауын толастайын деген сияқты. Сылай сырт-сырт қанат. Өгейсіген ала көлеңкеде бөлме іші онан әрі бұйығы тартып, бой күйездене түскендей. Жазира манағыдай емес, кеудесін көтеріп, алдындағы от қарап тас мүсіндей қатып қалыпты. Сытыр-сытыр жанып жатқан қурайды да ысырып қоятын уақ болған. Әйтсе де оны көріп отырған Жазира жоқ. Ақ көбіктене қайнаған қазанда ара кідік, менің қақпағымды ашып, сапырар уақыт болмады ма дегендей іші жете қалады. Қазының сұр иісі ғана жадау үй ішіне тоқтық пен жылылық ұялатып тұр. Бір сәт келіншек ұйқысынан оянғандай селт етіп басын көтеріп алды, жан-жағына жаутаңдай қарап, орнынан тұрды. Бықсып сөнуге айналған қурайды қазан көмейіне ысырып тастап төргі бөлмеге кірді. Мұржасы жарық-жарық, жартылай қағаз жапсырылған жетілік май шамды ұстап, қазандық басына қайта кеп отырды. Наурыз. Наурыз келе жатыр дей береді, баяу күбірлеп. Жүзінде алып ұшқан жас жанның асығыстығы бар. Шамды жағып, мұржасын кигізді. Білтесін көтеріп қойды. Мұның бәрі еркінен тыс істелді. Орнынан тұрып, төргі үйдің терезесінің алдына апарып қойды. Шымылдық пешпен бөлінген бірақ бөлме ғой. Қазандық жақ отын судың орны. Ой, жерге көктемде төлде байлайды. Қазақтың көпшілік үйі осындай, төргі бөлмеге кіретін есік бір жақ шетінде болса, ол аз дегендей, қазандықтың тұсында үңірейген терезе орнындай тесік және бар. Сол жерден ауыз үйдегі ас иісі келіп бөлмені ұстайды. Қазірде сұр иісі үй ішіне түгел тарапты. Жазира шам жарығына қуана қарады. Иә, бұл үйге біраздан бері жарықта жағылмаған. Үнемі егіс басында, фермада жүріп, бас қисайған жерге мызғып алатын. Қандай тар заман, қысылтаяңда да, ел кең ғой. Қай үйге қонса да, ол үшін көрпе жастық қалайда табылатын. Жазира иығынан жерге түсіп кеткен орамалына еңкейіп еді, киіз үстінде бетін шаң басып жатқан сынық айнаны көзі шалды. Қуана қолына алған, енді үркіп тұр. Онсыз да сұрғылт жүзін онан сайын бұлдырата түскен тозаңды да сүрткісі келмеді. Неден үріктім? Екі бетім дуылдап қысылам. Не көрінді маған? Құдай-ай, беті ашылмаған қыздай болдым-ау.
Бір тізерлей отырып үстіндегі тік жаға, қынама бел ақ көйлегінің етегімен айна бетіндегі шаңды жасқана сипап өтті. Ар жағынан оң жақ бетінде бұршақтай меңі бар, бидай өңді, қыры мұрын, сұңғақ бойлы келіншек шыға келгенде, ол кәдімгідей үркіп қалды. Жаным-ау, бұ кім? Мен бе? Қою қара қасы керіле, кірпігі жиі қағылып кетті. Сен шынымен-ақ Жазирамысың, ә? Қой, әзілің шығар деді де, ол өз үнінен қатты шошынды. Жазирамысың, ә? Қой, әзілің шығар. Қайдан ойыма түсті? Тіпті Наурыздың өз үні құлағыма естілгендей болды ғой. Бұл несі? Қатты сағынғаннан ба? Иә, сонан. Оны сағынбайы мүмкін бе? Ол сәби де, ол ер де, ол асыл да еді ғой. Орта бойлыдан сәл ұзын, жауырыны қақпақтай, шалқақ жүретін. Аяқта керзе етік, үсте брезент бешпен. Қоңқақ мұрынды, маңдайы кере қарыс. Шашы да кірпінің түгіндей қатты, қалың тұғын. Мойны да жұп-жұмыр, жуан. Күн қақты, күреңітіп тұратын. Алшақ біткен қиық көздің бір суық тартқанын, қалың қара қабақтың түйілгенін Жазира көрген емес. Әркез жылы сәулеленіп төңірегін сергітіп, шуақтандырып жіберетін. Ол жұмыстан қайтқанда бірден үйге кірмейді. Аула ортасында тұрып киімінің шаңын қағатын, сонсын белуарына дейін жалаңаштанып жуынатын. Кейде Жазираның қолындағы құманды алып жерге қоятында өзін көтеріп әкететін. Біреу-міреу көріп қалып ұят болар, Наурыз, қойшы. Жіберші десе де тыңдамай. Сен не, мені сағынғаның жоқ па? Күн ұзағына кімді ойладың, Жазираш? Мені ме? Айтшы, кімді? Деп сәбидей қиылатын. Айтпаймын. Айтпайсың ба? Деп сақылдай күліп үйге көтеріп кіретін. Сондайда Жазира оның бұлшық еті темірдей, қарулы қолында жеп-жеңіл тербеліп кең төсіне жұдырықтай басын қоятын. Дүрс-дүрс соққан жігіт жүрегінің дыбысымен бірге жусан иісі бұрқ етіп танауына келгенде, ол қалықтап кең далада ұшып бара жатқандай да болатын еді-ау. Дүсірлете біреудің сыртқы есікті соққаны естіліп, келіншек көңілі бөлініп кетті. Ол ұрлық үстінде ұсталған жандай сасқалақтап қолындағы айнаны тастап жіберді. Мезгілсіз уақытта бүкім болды екен. Ойбай-ау, айнаға жыртия қарап қалғаным, не қылғаным? Ұят тағы. Жүгіріп қазандық басына кеп күйбеңдеп бірдеңе істеген боп жүр. Ыстық жалыннан екі беті қызыл күреңітіп кеткен, сөнуге айналған отты көсеумен қопсытып, тезек, қиды мәстемірмен ұсақтап қалап жатыр. Қап күтіп қалды-ау. Аптыққан адамның ісі өнген бе? Жазира отын тастай беріп төргі бөлмеге кірді, қайта шықты. Ештеңе қолына ілінбеді ме? Жоқ, әлдене іздегенін ұмытты ма? Қалай? Күйгіліктене күбірлеп сәл тұрды да, қалың қара шәлісін жамыла есікке бет алды. Үйлері ескі еді. Ауыз бөлменің есігі бірден мал қораға шығатын. Қораның үйге аздаған қамшаулығы болмаса, бөлмеге сандығы шамалы. Төргі бұрышының әр жерінен жауынды күндері тамшағат. Қазірде сол тастай қараңғы саз иістенген қораның әр бұрышынан сыр-сыр етіп тұр. Көйлекшең жүгіре шыққан Жазираның бойы бір түрлі тітіркеніп кетті. Бұл кім? Деді ол қалтырап. Мен? Жазираш, мен. Жаман апаң. Сәлимамын ғой. Апатай, сіз бе едіңіз? Қазір. Іштен шылдыр-шылдыр еткен шынжырдың, ауыр ілгешектің салдырлап жақтауға соғылғаны естілді. Көптен майланбай тот басқан есік топсасы сақырлай-сұқырлай ашылды. Табалдырық алдына қақ тұрыпты. Қара плащ бүркенген еңгезердей біреу суды кешемеше ішке кірді. Шіңкілдеген шақпа даусы болмаса, көлденең көзге мынау әйелден гөрі еркекке келіңкірейтін, оның да кез келген емес, палуан екен дегендей иықты жан. Туф, мына күннің ұшырып бара жатқанын қарашы. Ішші-ай. Кіріңіз апа, деді Жазира қалбалақтай есігін кең ашып. Иә, қара суықтың алды осы. Суыртпақтап соқпайды. Ызғырықтатат, етіңнен өтіп сүйегіңе жетеді. Қарғашым-ау, бұл ненің желі сендегі? Тіпті жеңіл жүрсің ғой. Айтсаң да жасау, Асығып. Сіз күтіп қалады-ау деп Жазира қалтырап, онан әрі ештеңе айталмай кідірді.
Сәлден соң, ауыз үйдің есігін ашып жатып тіл қатты: «Жақсы келдіңіз. Жалғыз отыр ем, апа». Құдай-ай. Мен елдей шақырту тілеп қайтейін. Сынайын ба? Қуанышың құтты болғай. Рахмет. Рахмет, апа. Қашан келет? Сәлима үстіндегі сұр плашын кіре беріс босағада шешіп жатып, келіншек жүзіне бағдарлай қарап қойды. Сілкінген сайын жеңінің суы ауыз үйдің есігіне жақын қазандықтың отына тамып, шышы жетігі қақ жатқанымен ісі жоқ. Жазира қазан қақпағын жауып жіберді. Наурыз қашан шығады дейсің, Жазираш? Алдағайда. Жолына 1-2 жұма кететін болар. Украинада көрінеді. Украинде? О да біздің үйшік сияқты үлкен шаһар ғой шамасы. Ол мұнан әрі жауап тоспай жүзін тайдырып алды. Плашын Жазираға ұстата салып, кебісін есік аузына тастамай, төргі бөлменің ағаш еденіне дейін сүйретті. Ақтақыр ауызғы үйде қара жолақ ізі қалды. Тоқыма жылы шұлықпен жүрген Жазира су тиіп езілген жерді баспай, аттап кетіп барып кебісті кейін алды. Сәлима бұның бірде-бірін аңдамады ма, жоқ әлде оған мән бермейтін өзінің әдеті ме, бұрылып артына қарама. Қолының сыртымен бетінің тары бүршіктене жылтыраған терін сыпырып тастап, жаулығын мойнына бос салды. Баяғы келіншек күндегідей ырғала басып жүрмек еді. Балық қақталған сұр бөшкедей болған бөксесі құрымағыр ырыққа көнбей сіресті де қалды. Басы қалталақтап, аяғы шатқаяқтанып кетті. Сәлима қызарақтап қатты қысылды. Ол ұялған тек тұрмастың керін жасап, әлгінде Жазира қолына ұстаған айнаны таңырқай қарап тоқтады. Езуінде бір жымысқы күлкі бар. Қиық көзі жұмыла, келте танауы көтеріле түсті. Қара көлеңке терезенің ар жағынан сіріңкенің жарығындай бір жылт көрініп кеткен, ізінше шатыр-шұтыр ете алды. Мына күннің түрі жаман боп бара жатыр-ау өзі. Көрдің бе, шелектеп төгуін? Жазираш, айнам, сулығымды қазандыққа жақын ілші. Мақұл, апа, деді келіншек жайдары жүзбен. Даусы қазандық жақтан ашық, жарқын естілді. Сәлима таңданғандай қасын керіп ойланып қалды. Бір нәрсені түсіне алмағандай көзі жыпылықтап кетті. Жазира қазандық жақтан күлімдей шықты. Оң жақ бетіндегі бұршақтай меңі айқындала, екі көзі бал-бұл жанады. О, бейбақ, неге жетісіп ойнақшисың? Іштей ойлағаны болмаса, мұнысын Сәлима тіс жарып айтпады. Қолындағы айнаны жаңа көргендей қарай бастады. Ескі айна ғой деп Жазира оған мән бермейтінін таныта сөйлеп, төрге өтіп, терезе алдындағы шамның пілтесін көтеріп қойды. Майы жоғын білсемші. Қап. Иә, айнаны ұстамаса шаң басады. Көңіл шіркінді көтермесең кір басады деген деді Сәлима масаттана. Өзінше мәтелдеп астарлы айтқансып отыр. Жазира қонағының сөзін күлімдей тыңдағаны болмаса, онша мән бере қоймаған тәрізді. Әлі сол шамның майын ертерек, күндізгі жарықта қамдамағанына өкінін отыр. Шамға жиі көз тастайды. Сәлима сал қитықтанып қалды. Кісіні дұрыс тыңдайды білмей ме, қалай өзі? Еркек дегенде де пәтуа болсашы. Осының несіне ықсан өліп өшеді, деп ойлады ол. Бір жеріңіз ауырып отырған жоқ па, апа? Деді Жазира қонағына көзі жаудырай қарап. Қарағым-ай, мен бейбақта ауру аз ба? Жүрегімнің басы жұдырықтай боп түйнегенде бар ма, жанымды көзіме көрсетеді. Парох деген пәлекет пе, кім білет? Құдай сақтасын, апа. Айта көрмеңіз. Парох болам екен деп ығып жүргенмен жоқ. Күй таңдайтын заман ба? Қолға түскен шай атаулының көгінде, қарасында ішіп жатырмыз. Кеше әлгіліксан қайным келді. Онан немді аяйын. Екі қайнатымдайын ақ құманға бір-ақ ұрдым. Өзі қашаннан жүрген қасқалдақтың қанындай сақтаулы, сандық түбінде жатқан шай емес пе? Әлгі ше. Екі шыны аяқ ішті де, тұрып кетті. Обалдағай. Тағы да ішсеңші. Бұл үнді шайы ғой десем, фермаға барам. Інді болса қайтейін, жарылып өл деймісің дейді. Еркек шайдың қадірін білген бе? Қой, несін сұрайсың? Есіл шай кесілмеген күйі қалды да барды. Төгіп тастадыңыз ба? Жоға. Төккені несі? Мені жынданды деймісің, есіл дәмді сырап қып. Көрпені 4 бүкте бастыма салып ап, көптен жүрген құрт, сары суым бар еді. Соларымды шығарып кеп тартайын.
Өмірімде ішкен шайымның дәмдісі осы болар-ау, тер оннан да, мұнан да кеп ақсынай. Өзің білесің, соңғы күндері бір терлей алмай жүрем ғой. Құрыс-тырысым жазылып, тыңайып қалдым. Жазира терезе алдындағы өлеусіреген жетілік шамға қарап күлімдеп отыр. Қонағының рахаттан айтқан әңгімесін еститін емес. Тәтті бір ой құшағында. Өзімен өзі. Бидай өңі күреңіте, тоңғиық қара көзінде ұшқын ойнады. Мүмкін ол осы қазір қиялында Наурызбен кездесіп, басынан өткен жалғыздық, үрейлі қыстың ұзақ түндері жайлы айтып жатыр ма? Жоқ әлде, сонау бір соғыс алдындағы көктемнің жауынды күнде, ай даладағы жалғыз маяның ығында тұрғандары ойына оралды ма? Әйтеуір ол сәлден соң күрсініп қойды. Мына бейбақ мүгедек байына кел дегеніне қуанышты тәрізді ғой. Көзін қарашы. Мөлдіреген қандай әдемі еді. Қатын деуге аузың бармайды-ай. 17-дегі қыздай уыл-жуын. Ықсанда жігіттің төресі. Қой бұ жолы мынаған ол жайлы сес білдірмейін. Ыңғайы жаман екен, байым келет деп өліп өшіп отыр, бүркітіп алармын. Аңысын аңдамаса болмас деп ойлады Сәлима. Өмірде көрікті келіншекті, не қызды жыныстасының қызықтауы, сүйсінуі сирек қой. Жазираның қазіргі шырайы оны еріксіз ойға қалдырып, әңгімесін үзіп кетті. Әйтсе де Салима оған өкінбейді. Ілкіде жанарында таңдану білінген. Енді мың бар. О, сор маңдай. Бейбақ. Қандай-ақ адал иең. Қандай бақсыз иең. Сендейлерге Алла тағала күйеуді де көпсінді-ау. Кісіге тура келіп сен демеуші едің. Қатын біткенмен бір тістесіп қалмасам ішім ауырғандай болатын, менің өзім де сенімен қабақ шытысқаным жоқ. Әлгі соғысы құрғырдың кесапаты ғой. Әйтпесе етек жеңі кең, 7-8 баланың анасы, бәйбіше боп отыратын Дария жан емеспісің. Ғафу ет, апа. Әңгімеңізді бөлдім білем, деді Жазира қысылып. Оқа емес, жаным. Сәлима өз ойынан айығалмағандай көзін уқалап, төмен қарап сәл отырып қалды. Мен асты түсірейін. Сіз қол жуа беріңіз. Су құяйын. Қайтесің. Жаным. Өзім барып жуам ғой, деп Сәлима құман, шылапшында алдыртпай орнынан тұрды. Осы кәт үйдің іші жап-жарық боп кетті де, ізінше сатыр-сұтыр ете түсті. Біссімилла. Біссімилла, мына аспанның түбі тесілген шығар. Ойбай ой, селдетті. Мә, төкті ай. Ол терезе алдына барып, далаға құлақ түріп тұр. Басын шайқап қояды. Астан кейін де Сәлима асықпады. Жазираның жүдеу дастарханы қайта жайылып, шай құйылды. Нанның да, тістейтіннің де қат кезі ғой. Түйе сүтінен қайнатқан құрт пен кермек татыған шай ғана ішіп отырғандары. Үлбіреген алқызыл ерінің үсті сәл терши түсіп, Жазира сонау бір жылдарды. Балыш шатасына барғанын. Сонда Наурыз екеуі еске алып әңгімеледі. Қой еті бал татыған балықта сөз боп, ат басындай қант, қызыл күреңденіп бабымен піскен ақ нан да араға түсті. Салима еріксіз елігіп қолындағы ашы құртты тастап жіберді. Шайды да қойды. Көзін сығырайта ойланып қалыпты. Ұзақ арналы әңгіме Наурызға келіп тірелгенде ғана терең күрсіне түсіп, ернін жаланып. Ия, о да бір дәурен еді ғой, деді ол баяу, өмір дегенде ит қой. Әйтпесе екі аяғы қолы балғадай арыс азаматты қор етеме. Бәрі қарғыс атқыр соғыстың кесапаты да. Жасаған ием-ай, екі аяғы қолы жоқ дейме. Апырай, сонда қалай? О да адам ба? Самаурын сияқтанып қалды-ау. Апа, не деп кеттіңіз? Тұп-тұқияның зәузатын құрысын, пашес. Осынша жанды қор етіп зар елеткен хайуан. Сәлиманың жіңішке, шіңкілдек дауысы бұзылып, тарғылданып барып үзілді. Құнжыңдап, жан қалтасынан орамал шығарып көзіне апарып қайтты. Өзі де бір күйгелек балайды ғой. Енді ол қайтып күн көреді. Оны тісі шықпаған, бұғанасы қатпаған сәбидей қолыңнан нәр беріп асырау керек-ау. Арғы төркіні өз бетімен далаға да шыға алмайды. О қасірет! Әйел сорлының көрері көп екенде. Бағы жанбаған жазғандар-ай. Ондай бейбақтар кінәмшіл келеді ғой тағы. Қайткенмен де жарым жанның көңіліне ақау түсірмеу оңай емес. Мен білсем ол ел бетпе, аумалы төкпелі, қызба бала тұғын.
күйіп пісіп жүретін. Енді сабырлы деймісің? Апа, мұны маған несіне айтасыз? Жаным-ай, менікі жай қимастықта. Қуанышым ұзағынан болғай. Рахмет, апа. Сіздің мені түсінетініңізді сезіп ем, деді Жазира алқына. Жүзінде өзінің кел дегеніне аса разы, үлкен қуаныш бар. Тағы да бір құяйыншы, апа. Қайтесің, айналайын, болдым. Жүрегім толып кетті. Бұл сіздің қонақ аяғыңыз. Өйткені сирек келесіз ғой. Солай ма? Ендеше мұнан бұлай келісті жиілетерміз. Сөйтіңіз, апа, оныңызға Наурызда қуанады. Ол қонақжай. Сәлима түңілгендігін сездіре ыстық шайды баптана, пысылдап сораптауға кірісті. Қатқан нанның 2-3 түйір қалдығын шыны аяғына салып жіберді. Аракідік рахаттан уф деп қояды.